Сәлем достар. Бүгін үлпілдек, жұп-жұмсақ әрі дәмді тоқаш дайындаймыз. Мына жерде мен сіздерге ингредиенттерді жазып кеттім, әрі төменде тағы да жазып қалдырып кетемін. Бұл үшін бізге 2 стакан сүт, жылы сүтті ыдысқа құйып аламыз. Оған қамыр қопсытқыш, қамыр ашытатын ашытқы, 4 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және 2 ас қасық май, сұйық май құйып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 2 жұмыртқаның біреуін бүтіндей саламыз, екінші жұмыртқаның ақ уызын салып тағы да араластырып аламыз. Сары уызын булочканың бетіне жағуға қалдырып қоямыз. Одан соң 4 стакан ұнымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды қатты баспай, қолымызбен ақырындап жұмсақ етіп илеп аламыз. Одан соң дайындап қойған үй температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, тағы да жақсылап қамырымызды илейміз. Жақсылап илеп алғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып тындырып қоямыз. Жарты сағаттың аралығында, 1 сағаттың аралығында қамырымыз жақсы көтеріліп шығады. Ашып тұрған қамырымызды алып, енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бұл бөліктер негізінен менде 80 грамм салмақта бөліп алдым. Одан кейін оларды қолымызбен домалақтап кішкене тындырып қоямыз. Одан соң булочкаларды пісіретін формамызды алып, табаны алып, оны майлап, өзіміздің қалауымызша, өздеріңізге ұнаған формаларға енгізіп, булочкаларды дайындап аламыз. Түрлі формада жасай берсеңіздер болады. Одан соң дайын болған булочкаларымызды 10-15 минутқа бетін жауып, тағы да тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 170-180 градуста қыздырып аламыз. Енді көтеріліп тұрған булочкаларымыздың бетіне жұмыртқаның бір сары уызы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Одан соң булочкаларымызды пеште 30-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ үлпілдек тоқаштар дайын болады. Сіздерге міндетті түрде ұнайтындығына сенемін. Алдағы уақытта бұдан да басқа да рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рецепттерді ұнаса жақындарыңызбен бөлісіп, үлпіл басып, пікір жазсаңыздар өте қуанышты болар едім. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.